Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы күй анасы Дина. Бүгінгі сабақта идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, фразеологизмдердің эмоционалды мәнін, көркемдік ерекшеліктерін түсініп қолдану. Балалар, Дина Нұрпейісова қазақ халқының ұлы күйші домбырашысы. Ол кісі домбырада ойнағанда күмбірлетіп күйі құлақтың құрышын қандырған, домбыраның құлағында ойнаған, Жамбылдың, Құрманғазының көзін көрген керемет өнер иесі. Қазір бейнероликті тамашалайық. Енді балалар, мәтінді оқимыз 82-ші бетте. Сосын мына екі сұраққа жауап береміз. Екінші тапсырма. Тұрақты тіркестің мағынасын ашу. Төмендегі тұрақты сөз тіркестерді оқып, мағынасын ашайық. Дұрыс жасады деген ойдамын. Дұрыс жауабымен салыстырып өтіңдер. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Балалар, жазып біткен тұрақты сөз тіркестерін қатыстыра отырып, Дина Нұрпейісованың өнеріне, өміріне қатысты сөйлем ойлап табыңдар. Динаның жемісті жылдарын кластерге түсіріңдер. Дәптерлеріңе жазып алыңдар. Қорытынды. Кезекті кездесудің бірінде күй атасы Құрманғазы бабамыз біраз уақыт домбыра тартып отырып, Дина әжеміздің сол қолын, өзінің оң қолын ұстап, егер осы екі қол бір адамға біткен болса, дүниеде одан асқан домбырашы болмас еді, депті. Бұл сөздің өзі оған деген құрмет, ұлы күйшінің өнерін мойындау болса керек. Ал Дина апамыз алғаш сахнаға шыққандағы өнерін ақын Жұмекен Нәжімеденов былайша жырлаған екен. Үн төгілді түрленіп, көк гауһардан кетті аумай, жарқындығы күлкідей, мұңдылығы жоқтаудай, ащылығы шындықтай, тәттілігі шабыттай, жеңілдігі көбіктей, ауырлығы табыт. Бұдан артық суреттеу мүмкін емес шығар. Балалар, Дина апамыздың өнерін бағалап жүрейік. Назарларыңызға үлкен рахмет. Бүгінгі сабақтан алған әсерлеріңді кері байланысқа жазып кетіңдер. Сау болыңдар.